Сәлем достар, сендермен бірге алтынай. Біз бүгін Майнкрафт ойнайтын боламыз. Ал қандай Майнкрафт? Біз деген өзімнің өмірімдегі өзімнің үйімді салатын боламыз. Ендеше кеттік. Достар, мынаны с помощью команда арқылы мен деген мына жерді қазып алдым. Команда чатқа жаза салғам координаттармен. Қазір осы жер бұл менің үйімнің территориясы. Менің үйімнің территориясы үлкен, себебі менің үйім дәу. Және бұл құры үйдің ғана территориясы емес, еще дала жақ бар үйде. Сол үшін үлкен территория. Қазір біз үйдің территориясын аламыз. Қайсы үйдікі, қайсында ауланыкі. Онан қаранда прям жанымызда деревня бар екен. Двойной деревня екен. Прям как будто город. А мынау менің үйім алыста, тау жақта. Ал мына қала жақ, мына тау жақ. Как раз мен тау жақта тұрамын ғой. Прям бәрі как раз. Мен жанымда тау жақ, ана жақта орман, ағаштар жақ. Мындай Ялақта ағаштар көп, мен жақта прям терезеде алдымда таулақ тұрады. Қазір біз деген территориямызды жасайтын боламыз. Бізде дәу территориясы деппіз ғой. Қазір бөлу керек бәрін дұрыс ауланы, үйді потом бөлеміз. Қазір блокты алып алайық бөлу үшін. Қандай алса болады? Ладно, любой ала салайын. Мынаны ала салам. Теперь территорияны так ойланып алу керек. Так, мынау типа алдыңғы есік болады. Еще машина кіретін забор болады мында. Мен мына жерде уже вход болу керек үйден. Так, давайте мына жақтан. Мына жерге дейін. Артқа даланы істемей қояйық. Себебі үйден кішкентай болып қалады. Все равно артқа далада ештеңе қызық нәрсе жоқ. Артқа дала болмай қояды. Үлкейтіп тастайық кішкене. Себебі дала деген бізде қатты дәу емес, бізде үй үлкенірек. Артында қоямыз. Мынаны алайық та, мына жақта түзуге қоямыз. Вот мынау примерно осы үйдің территориясын істейтін боламыз. Қазір түзету керек. Мына жеріне аяқта тұру керек екен. Вот, все. Енді тек фундамент істеу ғана қалды, достар. Давай мен 3-ке дейін санаймын, сол кезде фундамент дайын болады. Фокус-покус 3, 2, 1. Не, достар, біз уже істедік. Фундамент үйді астыңғы полда жақтан істеп қойдық біз уже. Вот, қазір сендерге көрсетем қандай екен. Не, достар, деген қарандар. Встречайте, қарандар. Мына жақта біз бүйтіп кіреміз. Мына жақта кіретін жақ болады. Мына жерде кішкентай үлкен кафель, 4 бұрышты кафель, аппақ. Сосын мына жаққа кіреміз. Мына жақта бұндай домалақ әдемі кафель бежевый түсті. Бірақ достар, Майнкрафтта домалақ деп шошып жүрмеңдер. Бұл деген бұндай блок қой, бұл мод емес. Осындай әдемі. Ол дегенде мынау блок қой, костяной блок. Ол деген достар мына жақта тұрады. Вот. Осы жерде қойып қойасыздар, өзі әдемі, сондай домалақ, кішкентай және дәу домалақтармен бірге тұрады. Әдемі. Ал енді достар, біз деген осындай. Қазір біз ана жаққа келесі бөлмеге барамыз. Келесі бөлме бізде куртка қояды, гардеробтар, сондай адамның заттар тұрады. Бұл деген полы тоже костяной блоктан тұрады, бірақ мына жағы қиғаштан тұрғандағыдан шахмат сияқты қойып қойдық. Бұлай да әдемі, ана аяқтағыда әдемі, сөйтіп екі түрлі әдемі қылып істедік. Енді холға кіреміз. Холда бізде бұндай пол бар. Бұл кілем емес, достар, бұл бізде өзі кафельде осындай әдемі узор тұрады. Осындай сұр түсті әдемі. Сосын мынау деген пол деген кафель. Осындай. Мына жақта кухня. Кухняда жерлері кафель, ал ада жерлері ламинат. Онда кухняда жері ламинат. Ламинатқа су түссе, ол бұзылып қалады, су көтеріліп кетеді. Сол үшін оны жуған кезде абайлау керек, ламинат деген әйтсе. Көтеріліп кетеді, суға құйып тасталып, ұзақ уақыт күтсе, дәу кетеді, үлкейіп кетеді судан. Сол үшін ол деген бірақ әдемі ламинат деген күшті. Әдемі бірақ.
сондай болады. Да кухняда бір жағында ламинат, бір жағында кафель ғой. Вот, не осындай кухня, мына жерде вот сондай кухня болады. Ал енді достар, сендер неғып пустой деп ойлап жатсыңдар шығарсыңдар. Ол негізі неғып пустой, негізі ол негізі потому что яқта бізде лестница тұру керек та. Бізде тағы бір-ақ этаж емес, екінші этаж бар, еще подвал болады достар. Еще бізде екінші бөлімінде түсіретін боламыз достар. Вот даяқта енді залға кіреміз. Зал деген тоже ана кухнядағы ана жағындай ламинатта. Міне осындай кең зал достар. Егер достар осындай болып шығады, мынау деген неме сызық деп ойлайсыңдар. Бұл деген негізі ол не орын ғой, стенаға мен специально орын қалдырғанмын. Стеналарын істеу үшін ана границаларын каждый комнаталардың өзінің орындарын істеу үшін мынандай сызықтар. Бірақ мына сызықтарды ұмытып кеттім істеуді. Бірақ шегетпейді шығар. Не осындай болып шықты. Не өте күшті мындай үлкен болып шықты. Қазір біз достар стенаны істейтін боламыз. Оны қазір ойланып алайын, қандай блоктан істейтін бізге. Бежевый мен ақ керек болып тұр. Мен кухняда тұрмын да, диван жағында ше қазір көрсетем. Кухняға келейік та. Кухняға да мен түсініп кеттім ғой. Мынау кухня емес қой. Мынау кухня екен ғой. Мен түсінбей қаптым ғой. Өзім шатасып кеткен ғой. Деген мына жерінде тұрмын кухняда, мына диван жағында. Мынау бұрышта тұрмын ғой. Мен қазір стенаны істейтін боламын. Вот алдымен қазір жауып алайықшы тесіктерді. Әйтсе қазір пауықтар спавнится деп жүреді. Қазір мені былайынан жоқ. Мені мынандай бұрыш қылып істейік алдымен. Былай до конца істейік. Осындай болып тұр. Даже астықы жағында аспақ сызықтарымен. Қазір көріп алайыншы қандай екен. Все, мен түсіндім. Қазір мынандай істеп аламыз. Сосын достар, басқа жақта. Сосын достар, біз деген қазір бежевый песчаный песчаник деген аламыз да қоямыз ғой. Мынау кеме қалды ғой, жабық түс екен ғой. Какой-то ойшымыз кетті. Может, басқа нәрсе қоямыз, пока что қоя тұрайық. Слишком жабық түс болып кетті. Бізге ашығырақ бежевый керек. Не бар екен? Может, ашығырақ бежевый болатын шығар? Осы келеді. Әдемі ашық бежевый түс шықты. Осыны қоямыз. Қазір қойып қояйық. Оймен бір нәрсе ашып көп кетті. Сөйтіп айбалау керек. Сонда ошибкалар көп болып кетеді. Енді қайтем енді. Енді қойып қояйық. Алып тастаймыз да ойшы емес екен. Какой-то бесок қой бізге мындай керек. Әдемі уже. Вот, бүйтіп қойып қояйықшы. Все қойдық. Достар, енді мына аппақпен қойып қояйық бүйтіп. Вот, енді қазір көріп алайық тағы не істеу керек екенін. Достар, қазір қарап алайыншы. Қазір. Все, мен достар қазір түсініп алдым. Достар, не қараңдар. Мен деген қазір достар, мен осы бәрі түзу күшті болып шығып жатыр достар. Мынаны қараңдаршы, бүйтіп кіресің ғой үйге. Сол терезелер бәрі нелер өзінің нелер дұрыс қылып. Мен помню осы жаққа тұратын, мына жақ терезеде, мынау терезе тұратын. Осы бөлмедеші, осы бөлме терезесінде мен всегда қарайтын, папа қашан келетін, папа келгенде деп осы терезеге қарап отыратынмын. Осы үйдеші прям дұрыс болып шығып жатыр. Прям алды жағы ешқандай ошибкасыз, координаттары бәрі дұрыс болып шығып жатыр достар. Если что, мен кішкене андай дауысы басқаша, мен білеме достар, менде кішкене басқаша бүгін дауыс, мен чуть-чуть шаршап отқанмын ғой. Неде озвучка сөйлеп отыру керек, сендерге скучно болмасын. Қазір достар, біз залды несін істейміз, ояқта мындай тұрады уже. Да, ондай жабығырақ осындай тұрады да. Жоқ, ояқта емес, бұлайдан қоя салайық. Вот осындай колонналар тұрады. Қайда кетті колонна? Вот на колонна. Вот осындай колонналар тұрады бізде залда. Ешқандай стена емес, территория бөлетін жақта. Ешқандай есік емес, осындай колонналар тұрады достар. Қазір мен блок қайда кетті? Үстіне қояйын деп едім. Вот мынау. Қазір қойыншы. Вот осындайлар қойды, какой-то оюларды қоя салайық.
оюлар турады ғой какой-то. Вот енді достар, келесі қандай бөлмені істегенін сөйтіп залға кіреміз. Осындай колонна бар екіді. Так, теперь біз келесі коридор жақтағы давай стенаны секіз коридорға келіп алайыншы. Достар, егер сендер байқасаңдар, менде коридор какой-то маленький болып шыққан. Менде негізі үйінде коридор үлкенірек қой, бірақ егер мен коридорды өзім үлкендей размер істегенде менің залым кішкентай болып кеткенде, сол үшін коридор кішкентай қылдырып тастадым. Коридор кәдімгідей титтей болып қалған ғой, соны байқап отырмын, какой-то өш емес болып кетті. Бірақ бола берсін, зал деген менде өш үлкенірек қой. Қазір коридорға барып алайын. Так, коридорда бізде қазір көріп алайын. Бұл деген мындай цветті қайта алса болады екен. Достар, мен түстім. Бізге әппақ бетон керек, ақ бетон керек. Ол прям чисті ғой, сонда чисті керек бізге. Достар, бірақ сендер білетін шығарсыңдар, ақ бетон чуть-чуть сұр ғой. Бірақ коридордың есігі бізде тоже дұрыс біраз сұр екен. Прям идеально осы ақ бетон келеді ғой. Вот былай да қойын, олар есігі кішкене үлкенірек. Жауып қойық. Теперь үлкейтейік. Осындай ұзартамыз. Қазір осындай прям идеально келеді ғой, ақ бетон прям сұр түсті чуть-чуть жақ келді, коридорда кіреді есік. Прям сондай жолы кішкене үлкенірек істеу керек сияқты, осындай. Бізде все-таки дәу ғой, үлкенірек істей берек, қорықпай. Так, енді келесі, давайте склад пен туалет істейік. Так, туалетте бізде тура сондай екен ғой, достар. Тура сондай ақ бетонмен істей салады екенбіз. Достар, давай ақ бетонмен істей салайық. Давай, кішкентай болады, оның есігі болады. Енді склад жақта тура сондай екен ғой, достар. Бұлаяқта тұрады есігі. Оқыда кішірек болады. Вот тура сондай екен. Үш жақтан бірдей кіретін входтармен болады екен, достар. Вот осындай болып шықты. Қазір, достар, мына жақ что-то пустой ғой, мына жерде болу керек қой. Кухня бөлетін жақ қазір. Мен блоктарды алып алайын, керек блоктарды ояқтан үлкейтейік. Вот үлкейттік. Теперь кухня кеп алайын. Кухняда бізде осындай құры сондай, құры емес, мынаяқта сондай болады да, потом что-то қысқа ғой бізде стена. Ладно, сосын бізде осындай нелер бар екен, тоже бежевый сызықтар, бірақ жоғарыға қарай қарайды екен. Вот. Келесі тоже қарайды екен. Ойда какой-то не бітті, өзім чатасы кетті ғой, өзім салып отырып. Прям қарап отқан нәрсе, былай да қойып чуть-чуть. Едарды тоже қойық. Ойда қасы кетті ғой, не бітті. Все, теперь мына жерде бүйтіп қазір түзеп алайық. Прям как раз өзім үйде жүрген сияқты. Аяқта енді достар бізде айда тұрады. Айда деген бірақ Майнкрафтта жоқ қой. Бірақ достар, қазір біз деген стекло істегенді қайтеміз, басқа ештеңе істей алмаймыз ғой. Стекло істей салайық. Типа айда, достар, Майнкрафтта айда жоқ қой, қазір бүйтіп алайықшы, былайдан дұрысырақ сияқты да, какой-то әдемі емес болып көрінеді. Осылай күштірек. Вот, мынаяқ істеп алды, қазір үлкейтейік, какой-то позорда ғой, жаман көрінеді. Осындай болып тұрады. Етеміз да, размермен бірде болып тұру керек бәрі. Колонналар бірде болып тұр ғой. Так, немде ошибка ма? Так, ладно, қазір потом түсеміз да, нетіп алайық. Так, бұлайдан опа, ой, ошибкаларда, ошибка, не бәле, осы қайта-қайта бола береді. Осындай қиын ғой Майнкрафтты қайта-қайта. Біресе почти болып кетеді. Так, қолым жетпей кетті ғой. Так, бүйтейік, ой. Бүйтейік. Бүйтейік. Вот, мынандай болып шықты. Қазір. Достар, осындай болып шықты бізде. Күшті болды. Бүткіл бөлмеміздің стеналарын бөледі, шекарларын
істеларын істедік. Егер бұл біздің бірінші бөлім болды. Егер сіздерге ұнаса, осы видеоға лайк басыңдар және комментарияға сендер жазыңдар. Егер екінші бөлімі қаласыңдар, мен деген екінші бөлім істейтін боламын осы видеода. Бізде конечно, бөлім болады ғой. Бөлімдер бұл деген дәу болған. Бір видеода істей алмайсың. Біздің каналымызға подписаться етіңдер, колокольчик басыңдар. Видеоларымды қалдырып кетпеу үшін комментарий жазыңдар. Егер осы контент сіздерге ұнаса, мен обязательно екінші бөлімін түсіремін, достар. Не волнуйтесь. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен сау болыңыздар, достар. Сау болыңыздар. Видео бітті.